Шымкент қаласы полиция департаментінің басшысы полиция полковнигі Ералы Жұмаханбетов бақ өкілдері және қоғам белсенділерінің қатысуымен баспасөз турын ұйымдастырды. Аралау барысында қала сыртында және қала ішінде орналасқан блок-бекеттерге рейд жүргізіліп, соңғы болған жағдайларға байланысты мәлімдеме жасалды. Блок-бекеттер жұмысын пысықтау барысында адам көп өтетін Ташкент және Жетісай бағытындағы, сонымен қатар Түркістанға шығатын Бадам блок-бекетінде жүргізілді. Толығырақ келесі сюжеттен бақылаңыз. Қала кіреберістерінде 18 блок-бекет, ал қала ішінде көше қиылыстарында 20 бекет орнатылған. 8 сағаттан 3 ауысымда жұмыс істейтін қызметкерлерге 3 мезгіл жылы тамақ жеткізіліп отырады. Арнайы құрылған шатырда қызметкерлер қажет болған жағдайда демалу үшін жатын орын да қарастырылған. Біздің жігіттердің өздері де айтты, осындай дұрыс болады деп. Ыдыс-аяқ дегенде оның бәрі білесіздер өздеріңіз. Ал жатын орын қайда? Жатын орын уақытында демалып алатын мына жерде бар, одан кейін ар жақта тағы палатка бар, онда да бар. Көліктерді тексеру жұмыстары арнайы база арқылы жүргізіледі. Сондықтан бұл көп уақыт алмайды. Ал қалаға кіріп шығу әсіресе транзиттік бағыттағы жүк көліктеріне тіптен оңай. Себебі қазіргі күніде азық-түлік пен құрылыс материалдарына сұраныс төмендеп отырған жоқ. Қала өмірінің тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуде бұл көліктердің маңызы зор болғандықтан оларға блок-бекеттер еш қиындық туғызбайды. Вот заехали в город Шымкент территорию. Какие претензии есть? Никаких нет, все в порядке, все смотрят, да, все нормально. Ал азаматтар тарапынан ережеге бағынбаушылық әлі де орын алуда. Жалған анықтамамен қалаға кіруге әрекет жасайтын азаматтар көп. Блок-бекет қызметкерінің айтуынша бекеттен заңсыз өтем деп ақша ұсынатындар да бар. Бізде бір мәселе бар. Бір адам қайта-қайта келе береді. И одан кейін справкалары бар. Анықтама дейді, алып келеді. Жолдама емес, анықтама алып келеді. Өтірік анықтамаларды алып келеді, мені тексереміз. Базадан шықпайды. Одан ары қарай қайтарамыз. Олар айқай-шу шығарады берге кіріп алып. Ал қала ішіндегі блок-бекеттерде белсенділер мен қала тұрғындары тарапынан жылы аш жиі жеткізіліп тұрады. Бұл қиын күні қызметтен табылып, аянбай еңбек етіп отырған полиция қызметкерлеріне алғыс білдірудің бір жолы дерсін. Қазіргі таңда Шымкент қаласы аумағында коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу мақсатында Шымкент қаласы полиция департаментінің 1206 қызметкері жұмылдырылған. Олардың тәртібі де қатаң бақылауда. Айталық, осыған дейін 2 қызметкер пара алу кезінде ұсталған. Сонымен қатар карантин уақытында жұмысын тоқтату керек болған. Сарыарқа кафесіне кіріп ас ішкен қызметкер де жұмысынан босатылған. Заң алдында бәрі бір деген Ералы Жұмаханбетов ережені бұзбас үшін полиция қызметкерлері де қатаң бақылауда екенін айтты. Карантин басталғалы бері бүгінгі таңға дейін 842 әкімшілік хаттама толтырылды. Оның 60-тан астамы әкімшілік қамауға алынды, 120-дан астамы айыппұл салынды, 120-дан астамы ескерту беріліп кетті. 16-тай қызметкерге шара қолдандық. Олардың ішінде енді мысалға жилет кимей тұрғандары бар, түнде көрінбей қалуы мүмкін, ертең ол жол көлік оқиғасына әкелуі мүмкін. Одан кейін жұмысқа кешігіп келуі мүмкін. Одан кейін жаңа поста шаршап машина ішінде отырып қалуы мүмкін. Соларды неғып жатырмыз? Ал өрескел тәртіп бұзған уже бір 3 қызметкеріміз жұмыстан босаттық. Қала ішінде көлікпен жүруге 45 мың азамат рұқсат алып, 20 мыңға жуық адам кері қайтарылған. 100 автокөлік айып тұрағына жеткізілген. Баспасөз туры аясында төтенше жағдай кезінде қала аумағында және кіреберістерінде қойған блок-бекеттерінің жұмысымен танысып, тәртіп сақшылары мен медицина мамандарының еселі еңбектеріне тағы да куә болдық.